Гродиково орта мектебінің 8 А сынып білім алушысы Қожамқұл Балжан. Жоба тақырыбы: ата-анамның жұмысындағы бір күн. Менің есімім Балжан, жасым 14-те. Мен Гродиково орта мектебінің 8 А сыныбында оқимын. Біз оқитын білім ордасын Абдирова Гүлсара Мәмбетәліқызы басқарады. Менің анам қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Мектеп қабырғасында білім алып жүрсем де, анамның бір күндік жұмысы мен үшін беймәлім екен. Анам туралы айтар болсам, есімі Ботагөз, үйде аяулы ана, ибалы келін. Әкем мен анам шаңырақтың ұйытқысы. Мен және бауырларым осы үйдің көз қуаныштарымыз. Анам екеуміз мектеп табалдырығын аттадық. Жұмыс күні басталды. Анам әдеттегіндей жұмыс күнін бастап кетті. Мен артқы партаға жайғастым. Анам бар ынта-жігерімен сабақты түсіндіре бастады. Әдебиет сабағында күй құдіреті тақырыбы оқушыларға ғана емес, мені де еліктіріп әкетті. Осы кезде анамның тек білім берумен ғана шектелмей, сонымен қатар өнерге де баулитынына көзім жетті. Сабақтың қызық болған соншалықты қоңыраудың болғанын байқамай қалдық. Балалардың дәптерін жинап, күнделік журналын толтырды. Ол да біршама уақыт алды. Сосын дәптерлерді тексерді. Ендігі кезекте ертеңгі сабақ жоспарларын дайындады. Бүгінгі жұмыс күні аяқталды. Анам бір сәт дамыл таппады. Шаршағанын байқап тұрмын, бірақ өз ісінен ләззат алғандықтан ба, әлде жауапкершіліктің жоғары екенін сезгендіктен бе, өзіне білінбейді. Одан бөлек сыныппен тәрбие сағаттарын өткізеді. Оқушыларды саяхатқа шығарады. Мұның бәрі үлкен жұмыс. Мен ойланып келемін. Анам бір қолымен бесік тербесе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген мақал ұстаз аналарға арналғандай. Ұстаз болу қиындылығы да, қызығы да жетерлік. Ең бастысы, жауапкершілігі жоғары мамандық екеніне көзім жетті.